Kigok компаниясы SPO сайтын туралы хабарлады. Бүгінгі видеода Kigok деген қандай компания және оған ақша салуға бола ма деген сұраққа жауап береміз. Бұл Жусан Инвест, лайк басып, каналға жазылыңыз, ал біз бастаймыз. Kazakhstan Electricity Grid Operating Company деген ағылшынша атауы бар отандық компания. Қысқаша айтсақ, Kigok 1997 жылы мемлекеттік тіркеуден өткен. 25 жылдық тарихы бар компания. Kigok'тың ресми сайтында компания миссиясы деген жерде Қазақстанның энергия жүйесінің сенімділігін, қолжетімділігін және озық дамуын қамтамасыз ету деп жазылған. Стратегиялық мақсаты қатарына келесі 3 пунктты айтуға болады. Олар: энергияға ауысу жағдайында Қазақстан без сенімді жұмысын қамтамасыз ету. ESG қағидаларына сәйкес тұрақты дамуды қамтамасыз ету. Таза актив құнын арттыру. Компания акционерлері. Компанияның 90% акциясы самұрық қазынаға тиесілі, ал 7,2% акциясын бірыңғай жинақтау зейнетақы қорында. 34.543 жеке тұлға Kigok'тың 1,9% акциясын сатып алған, ал 0,9% акциясы басқа да заңды тұлғалар қолында. Компанияда ұзындығы шамамен 27.000 км болатын электр беру желісі бар. Kigok акционерлік қоғамы компанияларының құрылымы 4-ке бөлінеді. Олардың қатарында 100% Энергоинформ акционерлік қоғамы, 20% Батыс Транзит акционерлік қоғамы. Қазіргі уақытта компанияның республика бойынша 9 филиалы бар. Ұлттық диспетчерлік орталығы да жұмыс істейді. 2023 жылдың бірінші жартысында компания 20,2 миллиард теңге көлемінде дивиденд төледі. Менің ойымша бұл өте жақсы көрсеткіш. Kigok 2014 жылы желтоқсанда биржаға шықты. Компания 25,9 миллион қарапайым акциясын нарыққа 505 теңгеден сатты. Компания акциялары жалпы құны 16,7 миллиард теңге болатын 41.997 өтінім келіп түсті. Ал акциялар тек 13,3 миллиард теңгеге ғана орналастырылған еді. Осылайша сұраныс акция көлемінен 27%-ға көп болды. Инвестициялық тартымдылығы. Қазақстандағы барлық магистралдық желілерге иелік етеді. Онсыз еліміздің электроэнергетикасы саласы толыққанды жұмыс істей алмайды. Ал активтері 987 миллиард теңгені құрайды. Компания 2014 жылы IPO-ға шыққаннан бері 218 миллиард теңге көлемінде дивиденд төлеген. Жаңа нормативтік өзгерістерге, сондай-ақ өсіп келе жатқан электр энергиясы нарығына байланысты Kigok акционерлік қоғамы құнының өсуінің айтарлықтай әлеуеті бар. IPO-дан кейін акциялары 3 есе өсті, яғни 505 теңгемен нарыққа шығып 1580 теңгеге дейін көтерілген. Енді статистикаға назар аударайық. Kigok акционерлік қоғамының 2023 жылдың бірінші жартысында таза пайдасы 2022 жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 1,5 есеге, яғни 14 миллиард теңгеден 23 миллиард теңгеге дейін өсті. Биылғы жылдың соңында Kigok акционерлік қоғамы таза пайдасы 2022 жылғы 26,7 миллиард теңгемен салыстырғанда шамамен 31,5 миллиард теңгені құруы мүмкін. Негізі қызметтен түскен кіріс 2023 жылдың бірінші жартысында 13,3%-ға немесе 11,56 миллиард теңгеге өсіп, 114,14 миллиард теңгеге жетті. 2022 жылы Kigok акционерлеріне төленген төлемдер сомасы таза пайдасының 112,8%-дан астамын 30,117 миллиард теңге құрады. Компанияның дивидендтік саясаты таза пайданың кемінде 60%-ын дивидендтер төлеуді анықтайды. SPO параметрлері. Kigok SPO аясында 15,294,118 жай акцияларды сатуға шығарады. Бір жай акция құны 1482 теңге. SPO туралы хабарланған соң 30 күн ішінде акцияларды бірінші сатып алу құқығына қазіргі уақытта 17 және одан да көп акцияларға ие инвесторлар сатып ала алады. 16 қазаннан 2 қарашаға дейін жаңа инвесторлар сатып ала алады. Kigok SPO-сына Жусан Инвест арқылы инвестиция жасауға болады. Достар, бүгінгі видео пайдалы болды деп ойлаймыз. Жусан Инвестте шот ашып, SPO-ға қатысып, табыс табыңыз. Лайк басып, коммент жазуды да ұмытпаңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.